Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Қаныштың қаласында бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда біз елімізге экстремизм мен терроризмнің төндіретін қаупі жайында әңгімелейтін боламыз. Экстремизм деген латын сөзі шеттеу, яғни орталықтан ауытқу, тәртіпке бағынбау, өз пікірмен ғана іс-әрекет жасаушы деген ұғымды білдіреді. Экстремизмнің пайда болуы надандыққа, көрсоқырлыққа бейімделген көзқарастардан туындайды. Яғни олардың ойы тек қана менің пікірім дұрыс, өзгенікі бұрыс дегенге саяды. Экстремизмнің этноцид, геноцид, расизм, терроризм деген түрлері бар. Бәрі де күш қолдануға сүйенген. Бүгінгі таңда ең көп тараған түрі терроризм. Террор латын сөзі қорқыныш, үрей дегенді білдіреді. Терроризм араб тілінде ирхаб сөзімен аталады, мағынасы қорқыту. Терроризм бұл қылышынан қан тамып тұрған зұлмат. Терроризм барлық түрлері және көріністерімен, ауқымы және қарқындылығымен, зұлымдығы және қанішерлігімен бүгінгі заманда ең өткір мәселеге айналды. Терроризмнің мақсаты мемлекеттердің, халықтардың рационалды түрде ойлауларына, бейбітшілік пен тыныштыққа өмір сүрулеріне кедергі жасау. Сонымен бірге қоғамда дүрбелең тудырып, көшеде, жұмыс және де дем алатын жерлерде, халықтың көп шоғырланған орталарында, сауда-саттық орталықтарында, оқу және мәдениет ошақтарында кез келген уақытта бүлік шығарып, үрей тудыру. Экстремизм дегеніміз ресми анықтамасы бойынша шетін көзқарас, шектен шығу дегенді білдіреді. Оның ішіне сол шетін көзқарастың әсерінен, ықпалынан жаңа террористік актілерге де баруды білдіреді. Ал енді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, ол біздің қоғамда нормалар бар. Кәдімгі қоғамдық қарым-қатынасты реттейтін адами қарым-қатынастарды моральдық норма деп аталады. Ол былайша айтқанда жалпы қоғамның өзара адамдардың өмір сүріп жатқан арасында бір-бірінің қарым-қатынасын реттейтін нормалар бар. Сол нормалардың шегінен шығу және тек өзімдікі ғана дұрыс деп, ешкімнің пікіріне құлақ аспау, соның негізінде жаңағыдай өте шектен шығатын әрекеттерге бару. Жаңа айтып кеттім, оның ішіне терроризм де кіреді. Енді бұның қоғамға деген тигізетін әсері әрине өте қауіпті. Осының негізінде біздің енді бүгінгі күнгі қоғамдағы, бүкіл әлемдегі, біздің елдердегі үлкен проблема болып тұрған ол діни экстремизм. Нақты айтсақ, жалпы діннің өзінде экстремизм жоқ. Бірақ сол діни экстремизмге келтіріп отқан белгілі бір күштер, олардың өздерінің жаңа көздеген ниеттері бар, қара ниеттері бар, өздерінің пайдасын көздейді. Сол себептен жаңағы адамдардың өте нәзік бір түйсігін, жаңағы көзқарасын, дінге деген жаңағы ілтипатын пайдаланып, өздерінің ойлаған мақсаттарына жетуді көздеп, сол діннің ішінен экстремизм шығару деп айтуға болады. Оны жаңа айтып кеттім, ал нағыз діннің өзінде экстремизм жоқ. Дін тек жақсылыққа, адамгершілікке шақырады. Оны әрбір бүгінгі көзі қырағы азаматтың әрқайсысы біледі. Енді осы көзі қырағы азамат дегенге келіп тірелгенде, бүгінгі күнгі сол діни экстремистік топтардың ықпалына, жаңағылардың идеологиясына кіріп түсіп қалып отырған адамдардың негізгі проблемасы ол жаңағы көз қарағылық, көкірек ояу болудың деңгейінің кішкене төмендігі ме деп солай ойлаймыз. Өйткені біздің жүргізілген сауалнамаларымыз, жаңағы сол ықпалда түсіп жүрген жастарымызбен әңгімелескен кезде сондай бір қорытындыға келіп жатырмыз. Енді бүгінгі таңда экстремизм мәселесі өте күрделі болып саналады. Экстремизм тек шетелде емес, өзіміздің елімізде де өсіп келе жатыр. Экстремизмнің қоғамға деген әсері өте зиянды. Өйткені адамдар ислам дінін, ислам жалауын көтеріп жүрген адамдар, олар дінге шақырмайды, керісінше діннен бездіреді адамдарды. Өйткені ағаларымыз, бауырларымыз мешітке келуге қорқады. Өздерінің балаларын мешітке жіберуден қорқады. Ислам экстремизмге қарсы. Экстремизм дегеніміз өзі не? Біз бай түсінік бойынша экстремизм дегеніміз ол шектен кету. Яғни тым шектен кету да. Ол өзі пайғамбар ислам кезінде сондай бір салдары болған. Бірде үш жас сахаба келіп
Айша анамыздан, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелі, момындардың анасы, сол кісіден разиаллаху анха пайғамбарымыздың намазы, оразасы туралы сол жайында сұраған кезде, Айша анамыз разиаллаху анха пайғамбар саллаллаху қалай ғибадат жасағанын бәрін айтып берген. Сонда жаңағы үшеуі, бұл пайғамбар ғой, бізге пайғамбарға жету қайда, оның бүкіл күнәсі кешірілген ғой. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху амалы оларға аз болып көрінді. Біреу айтты, мен енді ешқашан ауыз ашпаймын деді. Яғни өмір бақи ораза ұстаймын деді. Екіншісі тұрып, мен енді түні бойы әрқашанда намаз оқимын деді. Түні бойы намазбен өткіземін деді. Үшіншісі, мен енді ешқашан үйленбеймін деді. Яғни ғибадат жасаймын деді. Міне, оларда экстремизм бастапқы сатыларының бірі басталды. Өйткені олар шектен кетті да. Пайғамбарымыз саллаллаху соны естіген кезде оларға не деді? Мен де сен сияқты адаммын деді. Мен ұйықтаймын деді. Мен намаз оқимын, ораза ұстаймын, ауыз ашамын деді. Мен үйленемін дейді, менің әйелдерім бар деді. Яғни оларға бұны істеуден тыйым салды, шектен кетуден. Яғни бұның бәрі жақсы амалдар, бірақ шектен кетуден болмайды. Өйткені ертең сол сені құртап. Өйткені әрбір адам пенде, ертең одан сол нәрседен шаршайды. Жалпы елді дүрліктірген лаңкестік оқиғалардың қайдан өрістеп отырғанын, сипатын, себеп салдарын айқындамай тұрып, нәтижелі іс-қимыл жасай аламыз деу берісі әбестік, әрісі көрсоқырлық, біліксіздік деу орынды. Елбасымыз діни экстремизм және терроризм күрес мәселелері жөнінде кеңесте Қазақстанға қарсы жасалған терроризмді, оны ымырасыз басып жаншуға мемлекеттің мүмкіндігі жетерлік. Мемлекеттің қолында күш те, қуат та, жігер де бар. Біз лаңкестікті түбірімен жоқ қыламыз. Мен сондай-ақ барлық қазақстандықтарды қырағылыққа шақырамын. Егер лаңкестікке қатысты деректер байқалатын болса, онда дереу тиісті құқық қорғау органдарына хабарлау қажет деген еді. Бұл сөздің астарында тек ескерту ғана емес, нақты талапта жатқанын пайымдағанымыз жөн болмақ. Экстремизм термині сөзбе-сөз шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару ретінде анықталады. Экстремизм әр уақытта әрқалай көрініс беретін өте күрделі құбылыс. Бұған негіздесек, терроризм үкімет немесе қоғамды белгілі бір саяси талаптарды қабылдауға мәжбүрлеу мақсатында жүйелі түрде жасалатын қоқан-лоққы мен зорлық-зомбылық дегенге саяды. Жалпы адам баласы, адамдар жастар болсын, үлкендер болсын, бүгінгі заманда, әсіресе біздің қоғамда жақсы мен жаманды айыра біледі ғой, білуге тиіс. Сол бұл жерде енді аса қатты бір діни сауаттылық, білімді қажет емес. Бұл жерде айдан анық бүгінгі ақпараттық кеңістікте де олардың жаңа жасап жатқан іс-әрекеттерінің қандай зұлымдық, адамгершілікке қарсы әрекеттерінің бәрі көрсетіліп жатыр ғой. Енді ол айдан анық көрініп тұр, ол не нәрсе екенін, жамандық па, жақсылық па екенін. Солар жаңағы енді діни экстремизмге бұрып отырғандар адамның жаңағы діни көзқарасын пайдаланып, оны фанатизмге айналдырады. Діни фанатизм дейді оны. Сол кезде міне кешегі Алматыда болған оқиғадағы жігіттің бүгін қазіргі уақытта несі болып жатыр ғой, соты болып жатыр. Сол сотта мысалы жаңағы жігіттің әрекетіне, айтқан сөздеріне қарап отырсаң, ол жігітті жаңағы кәдімгі діни фанатизмге алып кеткен сияқты. Бірақ бір қарасаңыз, оның ар жағында тағы да сол адами өзінің түпкі адамгершілік қасиеті оның қозғалыпты, олда бір қорқыныш, үрейі бар ма, сондай психологиялық бір әрекеттер жасап отыр ол жерде. Ал түп-түбіне шындап келіп зерттеп қараған кезде бұл жерде жаңағы мынандай
категориялар, әділеттілік категориялары үлкен роль атқарады. Бұндай әрекеттерге барған кезде ол адам психологиясына өте қатты әсер ететін категория. Жаңағы жігіттің мысалын алсақ, ол кезінде жол болмаған, өзінің көп жерлерде жаңағы таяқ жеген, соның несі түбінде жаңағы жек көрініш, жаңағы адамдарға деген бір реніш ретінде сол жиналып психологиялық ықпал жасап, сондай әрекетпен шығып отыр. Оның жаңағы осындай террористік әрекетке баруы. Енді қоғамда бізде бәрі бірдей ондай әрекетке бара береді дегеннен біз аулақпыз. Өйткені біздің жалпы қоғамымыздың дені дұрыс. Ол біздің сауалнамаларымызда да көрсетіліп отыр. Мысалы, жалпы 100%-ға сұрақ қойылған 100% адамдардың 100%-ы бізге бүгінгі күні радикалдық көзқарастарды ажырата алатындығын, олардың экстремистік әрекеттерінде ажырата алатындығын бізге көрсетіп берді. Шындығына келсек, терроризм жаһанға төнген зор қатер. Лаңкестік негізінен саяси әлеуметтік себептерге байланысты. Жеке адамға, көпшілікке немесе мемлекетке қысым жасау, үрей туғызу мақсатында қасақана жасалатын қылмыстық іс-әрекет. Бұл ұғым 17 ғасырдағы француз революциясынан кейін кеңінен қолданыла бастаған болатын. Адам жанын түршіктірер қатыгез зұлымдыққа толы лаңкестік әрекеттердің формасы да, тактикасы да әртүрлі. Олар кепілге адам алу, қоғамдық орындарда жарылыстар ұйымдастыру, кісі өлтіру, бопсалау, шетелдік елшіліктерге, халықаралық ұйымдардың бас пәтерлеріне шабуылдар жасау, ұшақ жару, қару-жарақ қоймаларын басып алу, тағы да басқа. Статистикалық деректерге сүйенсек, 20 ғасырдың 70-80 жылдарында күллі дүние жүзінде 5500-ден астам лаңкестік әрекет жасалып, төрткүл әлемде 500-ден астам лаңкестік ұйымдар әрекет еткен екен. Лаңкестердің жаппай қырып жоятын ядролық, бактериологиялық, химиялық қаруларға қол жеткізу мүмкіндігі әлемдік қауіпсіздікке зор қауіп төндіретін күллі адамзат қауымын алаңдататын фактор. Осындай теріс ағымда жүрген радикалдық ойды алып жүрген адамдарға еркітпеу үшін, солармен бірге соларға сол жолға түспеу үшін біз қандай шара қолдану керекпіз? Біріншіден біз біріншіден не басталады? Ақпараттан басталады. Қазір ғаламторда өте ислам дін туралы ақпараттар өте көп таратылуда. Бірақ оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін әрбір адам біле бермейді. Мысалға, бір жас бала ислам діні туралы қызығуда. Ол не істейді? Ол ғаламторды ашқан кезде ислам намаз оқу деп жазады. Сонда неше түрлі видеороликтер шығады, намаз оқу осылай былай оқу керек, Аллаға сену осылай сену керек деп, ақида жайында. Бірақ оның қайсы дұрыс екенін, қайсы бұрыс екенін ол білмейді. Бірақ астында жазылып тұр. Ол үлкен шейх, арабиян шейхі, немесе анандайдың шейхі деп. Ал бұл шейх, ол дұрыс ағымда ма, теріс ағымда ма, оны ешкім білмейді. Яғни сол жаңағы адам оны дұрыс біле тұрмайды. Сол үшін әр адамға Қазақстан мұсылман діни басқармасының бекітілген сайттарға, яғни әрбір қазақ елінің тұрғынына Қазақстан мұсылман діни басқармасы бекітілген сайттармен қолдану, солардың ақпараттарымен қолданса, онда ол одан сақтанады. Жалпы бізде енді ықпалда жүргендердің жалпы біз санын, жобасын білеміз. Енді оны нақты мынау деп көрсету мүмкін емес. Оны арнайы орындарда айналысады онымен. Сондықтан оны цифрын біз үйтіп айта алмаймыз. Бірақ біздің қаламызда да бар. Ол жастардың көпшілігін біз танимыз, білеміз. Бірақ бүгінгі күнге оны біз әлі де өзіміздің жастарымыз, өзіміздің азаматтарымыз деп әлде түсіндіру біздің мемлекетіміздің басшымыздың, елбасының қойып отқан бізге талабы әлі де дұрыс түсіндіріп, оларға дұрыс жол меңзеп беруді көздеп отырмыз. Сол сияқты, сондықтан бұл жұмыс әлі де болса жалғаса береді. Бірінші кезекте ол азаматтардың жаңағы бірінші кездесу өткізіп, сұхбат алып, жалпы қандай бағыттарда қателесіп тұрғанын анықтаймыз. Одан кейін мүмкін юрист маманы керек па, немесе теолог маманы қажет па, ол адаммен ары қарай жұмыс істеу үшін соны анықтаймыз.
Сосын сол әр теологпенен ары қарай теолог жұмыс істейді. Ол бір күндік жұмыс емес, 2 күндік жұмыс емес, ол айлап, тіпті жылдап жасалатын жұмыс. Сондықтан бүгінгі күні біз мынаны былай жасадық, мынаны былай жасап тастадық деп айту, ол адам болғандықтан ол қиын. Ол мынандай бір продукт емес қой, зат емес, бүйтіп жасап тастадық, мынаншасын шығарып тастадық деп айтатын. Негізі сол бағытта жүргізіледі. Сосын екінші бұл жеке әдістік жұмыс, бүгінгі күні ықпалға түсіп қалған жастармен. Ал екінші бағытымыз ол жалпы аудиториялық түсіндіру жұмыстары. Бүгінгі күні бізде 5000-нан астам еңбек ұжымдарындағы тұрғындар қамтылды. Оның ішіне оқу орындары да кіріп жатыр. Біздің бүгінгі қуантарлық жағдайымыз, бүгінгі центрде бізде өте жақсы мамандармен, жас мамандармен қамтылып отыр. Бізде бір маман политолог, бір дінтанушы, 2-3 теологымыз бар бүгінге. Солардың күшіменен аса бір жоғары жақтан көптеген теологтарды шақырмай, солардың күшіменен көптеген түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Елімізде діни ахуалдың тұрақсыз сипат алуы кері ағымдар мен топтардың халық арасында радикалды идеологияға таратып, қарапайым жандарды теріс әрекеттерге итермелеулермен байланысты болып отыр. Діни сауатсыз немесе діни сауаты аз жастар теріс пиғылдылардың айтқандарына еріп, жихад деп жаңылып жүр емес пе? Бұл орайда елбасы, біз шеттен келген әртүрлі жалған әсерлерге беріле бермей, өзіміздің әдет-ғұрпымызға, салт-санамызға, мәдениетімізге негізделген ұлттық сана, соның ішінде діни сананы қалыптастыра білуіміз керек деген болатын. Сол себепті де бұқаралық ақпарат құралдары бетінде имандылық тақырыптың аясын кеңейтіп, өскелең ұрпаққа төл тәрбие беру маңызды. Ұлттық арнамыздың өзінде иман айнасы тек жұма күнімен шектеледі. Неге осындай бағдарламалардың саны мен форматын кеңейтпеске, және де тек діни мейрамдарда, мәселен, айт күндері, Рамазан айы, Қадір түні секілді қасиетті күндері ғана көгілдір экраннан дін тақырыбы қозғалады. Ал ғаламторда қарасаңыз, өзге ағымды насихаттайтын жазбалардан, уағыздардан көзіңіз сүрінеді. Әрине бұл діни сауаты төмен жастардың терроризм мен экстремизмді көздеген ағымдардың тұзағына ілініп кетуіне жол аша түседі. Нәтижесі де жоқ емес. Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің біріне айналды. Дін арқылы адамдар арасындағы рухани байланыстан ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігі, адами құндылықты, салт-дәстүрді сақтаудың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз қажет. Ұлттық мәселелердің дұрыс шешілуі Қазақстанның халықаралық қауымдастықта лайық орынға ие болуын, әлемдік өркениеттің горизонттарынан орын алуға мүмкіндік береді. Жастар арасында тіршілігімізбен ұштасқан ханафи мазхабын мойындамай, исламның көрінісіне кір келтіріп, белгілі фобиялар тудырушылар кездесіп отыр. Оның соңы экстремистік, ақыр аяғында террористік әрекеттерге алып келуде. Бүгінгі таңда бір оқиға орын алса, немесе лаңкестік әрекеттер көрініс берсе, бұлар экстремистік, террористік топтардың ісі деп жатады. Экстремистер мен террористер бір күнде пайда бола қалмайтын тағы белгілі. Олар құрылымдық жасақталу, қалыптасу және тағы да басқа сияқты бірнеше кезеңдерден өтеді. Сондықтан ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде дегенде діни экстремизмнің жастар арасында таралуының алдын алу үшін экстремизмге алып баратын алғы шарттар және себептерімен күресу қажет. Ал енді оның ықпалына түспеу үшін жаңа айтып отырмын, бірінші кезекте ата-аналар балаларының жаңа даму, өсу қабілетіне, даму деңгейіне өте қатты бүгін назар аудару керек. Бүгін жаңа айтып отырмын, үлкен ақпараттық кеңістік, оны ешкім шектей алмайды. Сондықтан жаңағы ата-аналар балаларының өздерінің қандай ақпарат алып жатқанын, жаңа кімдер менен жолдас болып жүргенін, кімменен бір көзқараста жүргенін, өзінің қандай дүниеге деген көзқарасының өзін кішкентай кезінен бастап айқындап біліп отырғаны жөн. Сондықтан ақырын мынандай не деуші еді, орысша айтқанда назойливо емес, жаңағыдай кәдімгідей түсіндіру, балаға ойын түрінде ме, кәдімгі әңгімелесіп отырып, күнделікті жай әңгіме сияқты қылып келтіре отырып, оны түсіндіріп отыру керек. Ал алдына отырғызып қойып, сен үйтпе, бүйтпе дегенмен ол ешқандай нәтиже шықпайды. Бұл бір. Екіншіден, біздің жастарымызға үлкен, ол да жаңағы білім көкжиегінің кең болуы қажет бұл жерде. Өйткені жаңағы кері деструктивті ақпараттарды алған кезде жаңағы адам ол ақпаратты салыстыра алатындай, ол адамның
білім деңгейі болу керек. Ол мысалға алсақ, жалпы орта білім беретін мектептің кәдімгі курсы, ол адамға егер шынымен 100% дұрыс білім алып шыққан жас адам болса, 11 сыныпты болсын, 9 сыныпты болсын, ол жеткілікті. Бірақ бүгінгі күні өкінішке орай біздің жаңағы көпшілік жастарымыз мектепте жүріп көп уақытты босқа өткізіп алып, жаңағы білім деңгейлері онша жоғары болмады. Көп нәрсені білмейтіндіктеріне біз көзіміз жетіп отырмыз бүгінгі күні. Олармен хабарласып, әңгімелесіп сөйлескен кезде. Елдің елдігін сақтау, Құран мен сүннетті басшылыққа алып, бұрынғы даналарымыздың көрсеткен жарқын жолмен жүруде екенін түсінетін уақыт жетті. Осы тұрғыдан өткеніміз бен бүгінімізді мұқият саралауға міндеттіміз. Дінімізде мәңгі өзгермейтін ұлы ақиқаттар мен заман шарттарына қарай бейімделіп отыратын құндылықтар бар. Міне, осыларды қаперге ала отырып, белгілі бір тепе-теңдіктен ауытқымай, дінді бір бүтін ретінде парасатпен пайымдап, заман талабына сай түсіндіре білетін ғалымдар мен ойшылдардың болуы аса маңызды. Ислам діні пайда болғаннан кейінгі алғашқы 5 ғасырда осындай ойшылдар мен ғалымдар көп болды. Ислам діні адамзатқа түрлі халықтар арасында тыныштық, бірлік, ынтымақ қалыптастыру мақсатында түсірілген. Ислам діні өзімшілдікке жол бермейді. Аллах алдында барша адам тең. Тәңірі басқаларға ісімен де, тілімен де зарар, зиян келтіруден тыйып, адамдарды мәмілемен, жарастыққа тату ғұмыр кешуге, бір-бірін қуаттап, қолдауға үндейді. Ислам соғысқа, қантөгіске шектеу қойған. Бейбітшілік адамзаттың басты құндылығы. Құран қағидалары қақтығыстардың алдын алып, ұрыс жанжалдарды харам еткен. Енді ол діни экстремизм мен терроризм ол қоғамға келетін бүлік, қоғамды кері тарту. Мысалы, өзіңіздеріңіз білесіздер, таяу шығыстағы Сирия елінде қандай жағдай, терроризм не нәрсеге әкеліп жатыр? Біріншіден адам өмірі қиылып жатыр. Енді біз зайырлы адам болсақ та, діни адам болса да айтады ғой, ең бұл дүниедегі құндылық ол адамның өмірі. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарды айтқан, бір адамды өлтірген, ол бүкіл адамзат баласын өлтіргеніне тең деп. Ал екіншіден, ол елдің экономикалық, қоғамдық дамуының бәрі кері кетті ғой. Қанша жеткен, олардың мысалы бүкіл әлемге танылған өнер туындыларының, жаңағы архитектура туындыларының өзін қаншама қирап тастаған. Бүкіл әлеуметтік жағдайы халықтың өте нашар, босқындар бәрі қашып, бүкіл Европаны мысалға барып тығылып жатыр. Енді бұл жерде өте жаман әсер етуден басқа ешнәрсе жоқ, бұл діни экстремизм мен терроризмнен басқа. Сондықтан біз өте бұған біздің еліміз, мемлекетіміз, басшымыз, елбасы да өте қатты көңіл бөлуде. Бүгінгі күні барлықтары да білет, ақпараттық кеңістікте айтылып жатыр. Жаңағы діни экстремизмге қарсы тұру бойынша, терроризмге қарсы тұру бойынша жаңа заң жобалары қарастырылып жатыр, өзгерістер енгізіліп жатыр. Түбінде қазір солардың бәрі іске асады деп ойлаймын. Олар ешбір қорқып қажет жоқ, бір адамдардың соңына түсу, сондай бір демократиялық үрдіске жат қылықтар жасалады деген ондай ойда болмау керек. Біз зайырлы демократиялық мемлекет, біз осы ұстанымды әрқашан сақтайды біздің мемлекетіміз. Бірақ халықтың, елдің қауіпсіздігі үшін бар мүмкіндіктерді жасайды.